Бүгінгі видеода сіздерге балаларыңызға телефонды бұғаттап беру туралы айтатын боламын. Телефонға қазір бәріміз тәуелдіміз, тіпті балаларға шейін қазір тәуелді болып алған. Телефон көру барысында балалар басқа желілерге, SMS хаттарға кіріп кетіп жатады. Соны бұғаттап беру үшін жолын айтамын. Бұл тек Samsung және басқа телефондарға арналған, iPhone-ға емес. Міне көріп тұрғаныңыздай Touch Lock Lite приложениесін Play Market'тен скачать етіп аламыз. Өте оңай. Скачать етіп болғаннан кейін автоповоротты немесе телефоныңыздың поворот экранасын басып қоясыз. Балаңыз қарайтын видеоны қосасыз. Кез келген YouTube болсын, басқа желіден видеоны қосып қоясыз. Мультик қарайтын болса егер. Мультик жүріп жатыр. Енді төбесін түсіріп, нажмите для включениені басамыз. Автоматты түрде ол қосылады. Міне қосылды. Енді балаңыз қай жерін түртсе де ешқандай жер басылмайды. Реклама, открыть деген приложение ешқайсысы ашылмайды. Мен түртіп жатыр, міне. Осылай балаңызға бұғаттап қоясыз. Және поворот жасап, балаңызға үлкейтіп берсеңіз болады экранды. Стрелка тұрған жерде 2 рет бассаңыз, бұл шығу батырмасы. Яғни оны бала көрмейді, бірақ сіз көре аласыз. 2 рет басқаннан кейін автоматты түрде шығып кетеді. Осылай балаңызға берсеңіз болады. Міне енді мен басып жатырмын. Енді шықты. Қалпына келеді осылай. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.